Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Саулық Лайф онлайн марафонының жыныстық тәрбие жөніндегі тақырыптарының бүгін соңғы тақырыбы жасөспірімдік жүктілік деп аталады. Және бұл тақырыпта біз жалпы жыныстық тәрбиенің күресетін бір тақырыбы десек болады, себебі жасөспірімдерге барынша пайдалы, анық, зерттелген, дәлелденген ақпаратты беруіміз қажет, және кейбір жасөспірімдердің арасында қате түсініктерден айырылуымыз керек. Бұл тек бір жақты біздің жағымыздан ғана емес, сонымен қатар ең бірінші ата-ана жағынан қолдау көрсетілуі қажет, себебі жыныстық тәрбие бірінші отбасыдан басталады. Кез келген тәрбие бірінші отбасыдан басталады, және балалар үшін ең бірінші олардың сенімді адамдары да ата-анасы. Сондықтан ата-анасының тәрбиесінен кейін ғана біз оларға қандай да бір ақпарат бере аламыз. Сондықтан жасөспірімдік жүктілік бұл бізді алаңдататын мәселелердің бірі, себебі әрбір бала, әрбір жасөспірім өзінің білімін арттыруға мүмкіндігі болуы қажет, жақсы мансап қууға мүмкіндігі болуы қажет. Сондықтан ал жасөспірімдік жүктілік болған жағдайда бұл олар үшін ағзасы үшін де, болашағы үшін де өте қиын жағдай деуге де болады. Жасөспірімдік жүктілік деп отырғанымыз бұл 19 жасқа дейінгі қыздардың жүктілігі. Бұл мәселе денсаулық сақтау, әлеуметтік және экономикалық салаларда елеулі қиындықтар туғызады. Жасөспірімдік жүктіліктің статистикасы. Қазақстандағы көрсеткіштер бойынша 2017 жылы 15 пен 18 жас аралығындағы қыздар арасында 3,4, яғни 3400 босану тіркелген. 2022 жылы бұл сан 5200-ге дейін өседі, яғни 50%-ға артады. 2023 жылы 5094 жасөспірім босану фактісі тіркеледі. Бұл жалпы туу көрсеткішінің 1,3%-ын құрайды, яғни жасөспірімдік жүктілік бұл елімізде белең алып жатқан проблемалардың бірі деуге де болады. Жаһандық әлемдік көрсеткіштерге сүйенсек, 2010 жылдан 2015 жылдардың аралығында барлық әлемде 15 пен 19 жас аралығындағы жасөспірімдер арасындағы туу көрсеткіші 1000 қызға шаққанда шамамен 46 жасөспірімдік жүктілікті құрайды, яғни 1000 босанудың ішінде 46-сы жасөспірімдік босану екен. Бұл да әрине екіншілікті елдер, яғни дамушы елдердің арасында көп белең алып жатады. Мысалы, Африка елдерінде 14-15 жастан бастап үйленуге рұқсат етілген, яғни ондай жастағылар босану көрсеткішін жоғарылатып жатады. Алайда дамыған елдерде туу көрсеткіші жалпылама төмен, себебі барынша олар өздерінің жеке өмірін дамытуға, жеке білімін арттыруға, мансап жасауға мүмкіндіктері бар екенін ескере отырып, жүктілікті кейінге қалдырады. Жасөспірімдік жүктіліктің себептері бұл әрине біріншіден білімнің жетіспеушілігі, жеткіліксіздігі, себебі әрбір ағзада өзгерістер болатынын біле тұра, адам ондайға негізі аяқ баса қоймайды. Себебі жыныстық тәрбие жоқ болатын болса, егер де оған тіпті кейбір жасөспірімдердің арасында жыныстық қатынаспен жүктілікті байланыстырмайтын қыздарда кездеседі, жасөспірімдерде кездеседі. Ал ондай білімсіздіктің нәтижесі әрине осындай жағдайға алып келіп жатады. Немесе контрацепция әдістері туралы білмейді, тіпті жыныстық қатынасқа түскен күннің өзінде де жүктіліктен қорғану әдістерін білмейді. Ал бұл жалпы ақпараттың аздығы, білімсіздік болып табылады. Әлеуметтік экономикалық факторлар, төмен табыс, білім деңгейінің төмендігі, жұмыссыздық, жалпы жағдайы төмен отбасыдан шыққан, яғни
отбасында сондай жағдай орын алған болса, мысалы анасында жасөспірімдік жүктілік болған жағдайда баласында да сондай жағдайлар орын алып жатады екен. Сонымен қатар отбасылық бақылаудың әлсіздігі, ата-ана мен баланың арасындағы сенімді қарым-қатынастың болмауы немесе жеткіліксіздігі. Сонымен қатар мәдени және діни факторлар. Кейбір қоғамда ерте некеге тұру дәстүрі белең орын алады. Елімізде батыс өңірлерде, оңтүстік өңірлерде әлі де 16 жастан бастап үйленуге мысалы мүмкіндік жасап жатады. Сондықтан бұл да әрине бірден бір фактор. Жасөспірімдік жүктіліктің салдары. Бұл әрине денсаулыққа әсерін тигізеді, ана денсаулығына. Жасөспірімдерде көп жағдайда токсикоз кездеседі, гистоз деп отырғанымыз бұл жүктіліктің асқынуы, тек жүктілік жағдайында болатын асқыну. Сондықтан осындай жағдайлар қыз баланың ағзасына кері әсерін тигізеді. Себебі қыз баланың жалпы әйел адамның ағзасы, репродуктивті жүйесі шамамен 19 жасқа келгенде ересек күйіне ауысады екен, яғни ересек деңгейіне жетеді. Егер де оған дейін жүктілік болатын болса, ол ерте босану, түсіктердің болуы, баланың салмағының аз жинауы, баладағы әртүрлі аномалиялардың, ақаулардың болуы, бұның барлығы қыз баланың ағзасының әлі толық дамып жетілмегеннің нәтижесінде. Сонымен қатар жасөспірімдік кезеңде болатын өзгерістер, яғни жасөспірім өзінің денесі өсу үшін қажетті минералдарды, витаминдерді жеткіліксіз қабылдаған жағдайда, яғни қыз баланың ағзасы өсу барысында жүктілік болатын болса, ол оның ағзасына 2 есе өзінің әсерін тигізеді. Әлеуметтік және экономикалық салдарлары бар. Білім алу мүмкіндігінің төмендеуі, жас аналар оқуын тастап кетіп жатады. Қаржылық қиындықтар, ары қарай жұмысқа орналасу мүмкіндігінің шектелуі, табыстың төмендеуі, бұл да кедейлік циклынан шығуға мүмкіндік бермейді. Психологиялық мәселелер, депрессия, қоғамнан оқшаулану, өзінің қатарластарынан қалып қалуы және өзіне өзі деген сенімділігінің төмендеуі, бағалауының төмендеуі. Жасөспірімдік жүктіліктің алдын алу шаралары қандай? Әрине, бұл жыныстық тәрбие беру. Мектептерде ең бірінші отбасыда жыныстық білім беру бағдарламаларын енгізу. Яғни ата-аналар жыныстық тәрбиенің қалай берілу керек екенін, қалай айтылу керек, баламен қанша жастан бастап сөйлесу керек, қандай ақпаратты беру қажет екенін ата-аналар білу керек бірінші. Одан кейін бар мектептерде психологтың көмегімен, дәрігерлердің көмегімен жыныстық тәрбиенің бағдарламасы оларға жүйелі түрде берілуі қажет. Бұл дәлелденген ақпарат. Егер де қыз бала, ер бала болсын, жасөспірім бала, ол өзінің ағзасында қандай да бір өзгерістердің болатынын білетін болса, алдын ала білетін болса, мысалы етеккір жағдайында олда болатын өзгерістерге дайын болатын болса, ол ештеңеден қорықпай және оған дайын болып жүреді. Мысалы ұл балаларда полюция болып жатады. Түнгі уақытта оларда сперманың шығуы деп аталады, полюция. Ондай жағдайға дайын болатын болса, ода сенімсіздік болмайды, ода қорқыныш болмайды және ол көмек сұрай алатын адамы болады. Яғни жыныстық тәрбие дұрыс берілетін болса, қыз бала анасынан, ұл бала әкесінен, немесе әке орнын басатын адамнан, немесе қыз бала ана орнын басатын адамнан ашық түрде өзінің ағзасында болып жатқан өзгерістер туралы, жалпы жыныстық тәрбие жөнінде сұрай алады. Мысалы, жасөспірімдерде олардың гормондары өсіп жатқан кезде оларда қызығушылық арта түседі. Өздерінің жыныстық мүшелеріне деген, жалпы жыныстық қатынасқа деген қызығушылық арта бастайды. Бұл қалыпты жағдай және оған бір дұрыс емес тәрбие ма, бұл қате қылық деген сияқты қараудың қажет жоқ, тек оған осындай өзгерістер болатынын және мысалы жыныстық қатынасқа түссе жүкті болып қалатыны туралы түсіндіру қажет. Жыныстық қатынас сенімді адамдармен болу керек екенін түсіндіру қажет. Мысалы 10-11 жасқа дейін етеккір
туралы ақпарат берілу керек. 12-13 жаста уже ер адаммен немесе қыз баламен қандай қарым-қатынас құру қажет екенін түсіндіру қажет, яғни теңдік туралы түсіндіру қажет. Себебі дәл осы уақытта оларда қыз балаларда ұл балаларға деген, ұл балаларда қыз балаларға деген ынта пайда бола бастайды, алғашқы махаббат пайда бола бастайды. Сондықтан осыны да түсіндіру қажет. Ортада қалай өзін ұстау керек, қоғамда қалай өзін ұстау керек, қандай оғаш-қылықтардан аулақ болу керек сияқты ақпараттарды білу керек. Ал 15-16 жастан бастап оларға жыныстық қатынас туралы да ақпаратты беру қажет екен. Себебі бұл оларда дәл осы кезеңде жыныстық қатынасқа деген барынша қызығушылық арта түседі. Сондықтан олар қандай да бір қателік істеп қоймас үшін оларға түсіндіріп айту қажет. Контрацепция құралдарына қолжетімділікті арттыру, яғни жасөспірім бола тұра, оның қоғамдағы орнын біле тұра, оған егер де табу сияқты жыныстық қатынас туралы мүлдем айтпайтын болса, ол әрине жасөспірімдік жүктілікке алып келеді. Ал оны қалай алдын алуға болады? Жыныстық қатынас туралы түсіндіру, оның қандай өзгерістерге алып келетінін түсіндіру, қандай асқынуларға алып келетінін түсіндіру, қалай дайындалу керек екен, менталды, физикалық тұрғыда жыныстық қатынасқа қалай дайын болу керек екенін түсіндіру. Сонымен қатар контрацепция құралдарын түсіндіру, өйткені ата-ана 24 сағат баласының қасында бола алмайды. Ол кіммен араласып, кіммен сөйлесетінін постоянный контрольда ұстау мүмкін емес. Сондықтан Қазақстанның өзінде мысалы жыныстық қатынасқа түсу жасы орташа 16,5 жас. Яғни бұл кейбіреулері 12-13 жаста түсу мүмкін, кейбіреу 20-25 жаста түсу мүмкін деген сияқты. Сондықтан орта жас 16,5. Осы жаста оларда жыныстық қатынасқа түсу мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан біз барынша оларға түсінікті тілмен, оларға ұрысу мақсатында емес, тек ақпарат беру мақсатында біз кеңес ретінде айтуымыз қажет. Қоғамдық ақпараттандыру, яғни жасөспірімдердің арасында жүктіліктің салдары туралы ақпараттық науқандар жүргізу. Яғни жалпы жасөспірімдік жүктілік болған жағдайда не істеу керек, немесе жасөспірімдік жүктілік қандай асқынуларға алып келуі мүмкін, қандай өзгерістерге алып келуі мүмкін. Мысалы, мектепте оқып жүрген қыз бала жүкті болып қалса, ол мектепті тастауға мәжбүр болады, немесе студент болуға мүмкіндігі төмендейді. Яғни сен қоғамнан қалып қоясың. Сен жүкті болып қалсаң, сен өзің қатарластарыңнан қалып қоясың, достарыңнан қалып қоясың. Ал бұл керек па? Яғни оның салдарын түсіндіре отырып, жасөспірімдерге өздеріне ойлануға мүмкіндік беру. Әрине ата-аналармен жұмыс. Бұл бірінші қойылатын талап, себебі балалардың ең сенімді адамы ата-ана болу керек. Жасөспірімдік жыныстық жетілу кезеңге дейін егер ата-ана баласымен сенімді қарым-қатынас орната алмаса, ашық сөйлесіп үйренбесе, онда жасөспірімдік шақта оларға ешқандай контрольда, ешқандай ақпаратта оларға әсер етуі қиындап кетеді. Сондықтан барынша 9-10 жасқа дейін балалармен ашық сөйлесіп, олардың сеніміне кіру керек. Олармен бір қатарда сөйлесу керек. Қандай кемшілік, қандай қиындық туындамаса да, бірінші олар ата-аналарына айталу қажет. Себебі жасөспірімдік жүктілік көп жағдайда кеш дәрігерге қаралып жатады. Неге? Себебі балалар, жасөспірімдер оны жасыруға тырысады, өздігінен жүктіліктен арылуға тырысады, яғни выкидыш немесе аборт жасатуға тырысады. Ата-аналары кеш біліп, кеш алып келіп жатады. Сондықтан барынша ата-аналардың балалармен ашық сөйлесіп, отбасыда бұндай тақырыптар ашық қозғалуға үйрету қажет. Жасөспірімдік жүктілік бұл қоғамның барлық салаларына әсер ететін күрделі мәселе. Оның алдын алу үшін кешенді шаралар қолданылуы қажет. Оның ішінде білім беру, медициналық қызметтерді жақсарту және әлеуметтік қолдау көрсету маңызды рөл атқарады. Жасөспірім ана болудың психологиялық қиындықтары. Бұл эмоционалдық тұрақсыздық,
жасөспірім шақта жыныстық жетілу әлі толық аяқталмай, олардың гормондары әлі тұрақталмай тұрып, оларда и так эмоциональды жағдайда жүреді. Олар тез жылағыш болады, тез ұрысып қалады, ата-аналармен кикілжің болып қалады. Сондай жағдайда жасөспірім ана болған жағдайда бұл ушығып кетеді, депрессияға түсуі мүмкін, стресс болуы мүмкін, қоғамдық стигма орын алады, жасөспірімнің өз өмірін жоспарлауына мүмкіндігі шектеледі. Психологиялық қолдау әдістері әрине бұл психологтармен жұмыс істеу, мектеп психологтарымен немесе медициналық орталықтардағы психологтармен жұмыс істеу, арнайы қолдау топтарын және ата-аналармен бірге кеңес беру топтарын, әдістерін қолдану. Контрацепция туралы толық ақпарат берілу қажет. Жасөспірімді бала деп қарастырмай, оларға толық ақпарат берілу қажет. Олар ақпаратты шынайы жерден алу керек, яғни сенімді жерден алу керек. Себебі жасөспірімдер көбінесе интернеттен барлығын іздейді, және интернеттен айтылып жатқан ақпараттардың барлығы шынайы екеніне біз айтып жеткізе алмаймыз. Сондықтан ең бірінші ақпарат беруші бұл ата-ана, одан кейін сенімді жыныстық тәрбиеге қатысты адамдар, яғни медициналық орталықтағы, мектептегі психолог, дәрігер мамандар. Жасөспірімдерге қауіпсіз және қолжетімді контрацепцияның әдістері қандай? Бұл әрине бірінші презерватив. Егерде жыныстық қатынас үнемі, яғни бір жыныстық серіктеспен болатын болса, гормоналды таблеткалар тағайындалып жатады. Мысалы 16 жастағы қыз ата-анасының келісімімен үйленіп жататын болса, жүктілікті қазірше жоспарламайтын болса, онда гормоналды таблеткаларды біз тағайындай аламыз. Жатырішілік құрылғыларды өкінішке қарай жасөспірімдерге өте сирек қолданады. Тек қана егерде босанған жағдайда, бір рет босану бар болса, жатырішілік құрылғылар салуға болады, және оның да өзіндік асқынулары бар. Шұғыл контрацепция бұл енді қандай да бір жоспарсыз, қорғансыз болған жыныстық қатынас кезінде қолданылатын шұғыл контрацепция. Контрацепция туралы мифтерді жоққа шығару. Бірінші рет жүкті болмайсың, яғни бірінші қатынастан жүкті болып қала алмайсың деген бұл әрине миф. Тіпті жыныстық мүше, аталық мүше қынапқа толық кірмесе де жүкті болып қалу мүмкіндігі өте жоғары. Жасөспірімдердің арасында петинг деген өте белең алған, оны енді көбісі біле бермейді. Гинеколог болғаннан кейін біз ондайдың арасында жүргендіктен біз білеміз, петингпен айналысады жасөспірімдер, және одан біз жүкті болып қалмаймыз деп ойлайды. Өкінішке қарай сперматозоидтардың қозғалғыштығы өте белсенді. Сперматозоидтар қынаптың ішіне өздері тауып кіре алады. Сондықтан міндетті түрде жыныстық қатынас қорғалған болуы қажет. Қандай болмасын, жыныстық қатынас қорғалуы қажет. Етеккір кезінде жүктілік болмайды. Бұл да қате түсінік, себебі етеккір кейбір әйелдерде, кейбір қыздарда овуляция, ерте овуляция болуы мүмкін, яғни етеккірдің 2-3 күннен кейін-ақ овуляция болып, аналық жасуша пісіп жетіліп шығуы мүмкін. Кейбір әйелдерде кеш овуляция болады, яғни бұл индивидуалды ерекшелікке байланысты. Сондықтан етеккір кезінде жүктілік болып қалуы мүмкін. Сонымен қатар сперматозоидтардың 7 күнге дейін, 5-7 күнге дейін төзімділігі бар, яғни олар 5-7 күн өмір сүреді. Овуляцияның болғанын олар күтуі де мүмкін. Сондықтан бұл да миф. Жасөспірім әке болудың салдары. Жүктілік тек қыздарға ғана емес, сонымен қатар жігіттерге де үлкен жауапкершілік жүктейді. Бірақ та көп жағдайда жасөспірім әкелер қыз баланы жалғыз қалдырып кетіп жатады. Қыз бала өзі жеке осы мәселемен қалып қалады. Бірақ соған қарамастан жасөспірім әкелерге де бұл психологиялық әсерін тигізеді. Кінә сезімі, қорқыныш, эмоционалдық дайындықтың жоқтығы, әлеуметтік әсер, ерте некеге тұру қажеттілігі туындап жатады. Білім мен мансап мүмкіндіктерінің шектелуі, заңдық аспект жағынан, егер қыз кәмелет жасына толмаса, әкесі заңды жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл да әрине Қазақстанның заңнамасына сәйкес.
медициналық әртүрлі асқынулардың орын алуы мүмкін. Жасөспірім қыздың ағзасы толық жетілмегендіктен оларда келесі асқынулар болуы мүмкін. Біріншіден, жоғары қан қысымы және преэклампсия. Эклампсия деген бұл жүктіліктің асқынуы, тек жүктілік кезеңінде болатын, өте ауыр түрде өтеді. Яғни қан айналым жүйесінің дұрыс дамымаған нәтижесінде жасөспірім қыздарда жиі кездеседі. Ерте босану бұл жасөспірім жүктіліктің ең көп кездесетін асқынуы десек болады. Ерте босану, уақытынан ерте, бұл баланың толық жетілмей босануы болады. Босану кезіндегі асқыну жасөспірім қыздар көбінесе кесарево жасайды, яғни кесар тілігін жасайды, себебі олардың босану әлсіздігі орын алады. Себебі оларда әлі жамбас бұлшықеттері толық дамымаған, толық қалыпқа ересек деңгейге жетпеген және босануға мүмкіндігі төмен болады, немесе босану жолдары кішкентай болуы мүмкін баланың шығуына. Сондықтан көп жағдайда кесар тілігі жасалынады. Бірақ кесар тілігі де өзіндік асқынуларымен жүреді, қан кету болуы мүмкін және баланың даму ақаулары да орын алады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, алдыңғы сабақтар бойынша сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Жалпы жыныстық тәрбиенің маңыздылығы туралы, не себепті жыныстық тәрбие болу керек екені сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұл өте маңызды тақырып, маңызды қоғамда айтылу қажет тақырыптардың бірі. Жыныстық тәрбие болмаса, бізде осындай жасөспірімдік жүктілік, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың белең алуы, бедеуліктің белең алуы да, мысалы, болашақ ата-ана үшін өте ауыр асқынулар. Сондықтан жыныстық тәрбие бұл тек қана жасөспірімдер үшін емес, ата-аналар үшін де, жалпы ересек адамдар үшін де жыныстық тәрбие өте маңызды. Әрбір бала өмірге келгенде дені сау болып, бақытты отбасыда өмірге келуге құқылы. Сондықтан барынша дені сау болу үшін біз басынан бастап соған әрекет етуіміз керек. Жыныстық тәрбие тақырып сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Біздің Instagram, TikTok, YouTube'тағы барлық ақпараттарды біле жүріңіздер. Қызықты кейстармен бөлісеміз, қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Сіздермен бірге болған мен акушер-гинеколог дәрігер Ғайза Мұратқызы. Сау болыңыздар.